Сәлем достар, сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді балаларымның сүйікті десерті брауниді жасайтын боламыз. Брауниді әсіресе балмұздақпен ұсынғанды өте қатты жақсы көремін. Рецепт ұнап жатса лайк басып, сақтап алуды ұмытпаймыз. Алдымен өзіңізге ұнайтын кез келген плиточный шоколадты аламыз. Менде Қазақстан плиточный шоколады сары маймен су моншасында немесе микроволновкада ертіп аламыз. Оған дейін бізге 2 жұмыртқа қажет. Описание бөлімінде барлық ингредиенттері жазулы тұр, өтіп қарасаңыздар болады. Енді 2 жұмыртқаға қантты қосып, миксерсіз-ақ венчиктің көмегімен осылай жақсылатып, жұмыртқалы массамыз езілгенше араластырамыз. Сары май мен шоколадымыз ерігеннен кейін осылай жақсылатып барлығын араластырамыз. Сары май менде 82%. Енді оны жұмыртқалы массамызға құйып, тағы да араластырамыз. Келесі кезекте барлық құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Яғни ұн, какао, қопсытқыш. Бізде осындай өте әдемі қоймалжың масса пайда болады. Осы кезден бастап жайменде пешімізді қыздырып бастаймыз. 180 градуста 20-25 минуттай браунинімізді пісіріп алатын боламыз. 25 минут ішінде брауниніміз дайын болды. Енді әдемілетіп кесіп алатын боламыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін бассаңыздар, жаңа рецепт шықса сізге бірден хабарлама келетін болады. Күнделікті жасалу жолы оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Енді брауниміздің үстіне балмұздақты қойып ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.